Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге түрік асханасының ең оңай кумпир тағамын дайындайтын боламыз. Бұл пеште піскен іші әртүрлі қосымшалармен толтырылған картоп. Ең алдымен картопты тазалап жуып, кептіріп аламыз. Картопты фольгаға орап, пеште 250 градусқа дейін шамамен 60 минуттай пісіріп аламыз. Біздің картоп пеште дайындалып жатқанша, оливкиді домалақ қылып, ал сосискиді жартылай домалақ қылып турап аламыз. Және біздің сырымызды орташа үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Картоп пеште шамамен 60 минуттай пісті. Енді дайын болған картопты соңына дейін жетпей, ортасынан екіге бөлеміз. Қасықтың көмегімен картоптың қабығынан ортасын ақындап бөлеміз. 20-30 грамм сары май, дәміне қарай тұз, бұрыш және біраз сыр қосып жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Енді дайындап қойған керекті қосымшаларымызды сала бастаймыз. Бір ас қасық горох, жүгері, оливки, сосиски салып, үстінен біраз сыр себеміз. Сіздер сырдың орнына майонез бен кетчуп жақсаңыздар болады. Енді сыр біраз еру үшін пешке 5-7 минутқа салып аламыз. Бар жоғы дайындалу уақыты 15 минут алатын кумпиріміз дайын. Кумпирді ұсынар алдын ала араластырып аламыз. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.